Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз көркем әдебиет. Олай болса, бізге бүгін қонаққа алтын балық келіпті. Егер бізге алтын балық келсе, онда біз қандай көркем әдеби жанрмен танысамыз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әрине, ертегімен. Бірақ қандай ертегімен танысатымызды мен сендерге жұмбақ арқылы білдіремін. Тыңдап, шешуін тауып көріңдер. Бірінші жұмбағым: қос қанатын иіп ап, жарға келіп қонады, қара киім киіп ап, балшықтан үй соғады. Ол не? Әрине, ол қарлығаш. Жарайсыңдар, балақайлар. Ал енді екінші жұмбағымды тыңдап көріңдер. Табандары пышақ тәрізді өткір. Ол аң емес, не құс емес. Түсі жасыл. Қолында қоңызды ұстап алып жібермей тұр. Ол не? Дұрыс, Дәуіт. Өте керемет таптыңдар. Ендеше бүгінгі ертегімізбен танысайық. Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Ертеде бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып, балапандарын басып шығарады. Анасы азық әкелуге кеткенде, балалары шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні қарлығаштың ұясына жылан үрмелеп бара жатады. Мұны көрген қарлығаш шыр-шыр етіп балапандарына араша іздейді. Ұшып көкекке барады. Көкек, маған көмектесе көрші. Балапандарымды жылан жейін деп жатыр, дейді. Сонда көкек: мені бүркіт қонаққа шақырып еді, уақытым жоқ, деп жауап береді. Қарлығаш ұшып көмекті қарғадан сұрайды. Қарға жан, маған көмектесе көрші, балапандарымды жылан жегелі жатыр, деп жылап жібереді. Қарға қарлығашқа бұрылып: ойбу, мен үйленейін деп жатырмын, мазамды алма, дейді маңғазданып. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келеді. Алдынан Дәуіт шығады. Қарлығаш, неге мұнайып отырсың? Қалай мен мұнаймаймын, достым? Улы жылан балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп бара жатыр. Не істерімді білмей көмек сұрадым, бірақ ешкім маған көмектеспеді, деп жылап жібереді. Сонда Дәуіт: олай болса, достым, мені тезірек жеткіз, мен саған көмектесейін, дейді. Сонда қарлығаш Дәуітті арқасына отырғызып, жылдам ұясына қарай ұшады. Қарлығаш пен Дәуіт көзді ашып жұмғанша ұяға да жетеді. Дәуіт ұяға жеткенде жыланның екі көзін ойып алып, жылан сылқ етіп жерге құлап түседі. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, қарлығаш пен Дәуіт бір ұяда тұрып, бірге өмір сүретін болған екен. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Ертегіде қандай кейіпкерлер кездеседі? Дұрыс айтасыңдар. Ертегіде қарлығаш, Дәуіт, қарға, көкек және жылан кездеседі. Ал қарлығаштың басына қандай қиындық түсті? Дұрыс айтасыңдар. Қарлығаштың ұясына
жауыз жылан өрмелеп балапандарын жемекші болды. Қарлығаш сонда балалар қандай құстардан көмек сұрады? Дұрыс айтасыңдар. Қарлығаш көкектен көмек сұрады, қарғадан көмек сұрады, бірақ олар қарлығашқа көмектеспеді. Оған көмектескен қандай жәндік? Дұрыс айтасыңдар. Қарлығашқа көмектескен кішкентай Дәуіт. Қалай ойлайсыңдар балалар? Дәуіттің бойындағы қандай жақсы қасиеттерді байқадыңдар? Иә, Дәуіт өте қамқор, жанашыр, батыл, ержүрек жәндік екен. Жақсылық жасасан, міндетті түрде жақсылыққа жолығасың. Ал енді Қарлығаш Дәуітпен бірге көзге арналған жаттығу жасайық. Балалар, қазір біз көзбен ғана Қарлығаш пен Дәуітке кезек-кезек қараймыз, басымызды бұрмаймыз. Жарайсыңдар балалар, ал енді көзімізді жұмайық. 1, 2, 3, 4, 5. Көздеріңді ашыңдар. Ал енді ойын ойнаймыз. Артығын тап деген. Қарлығаш, түлкі, Дәуіт, жылан. Артығы түлкі. Қасқыр, Дәуіт, қарға, көкек. Артығы қасқыр. Дұрыс балалар. Осымен ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балақайлар.